Сәлем достар. Ағылшын үйренеміз. Ағылшын үйрену прямой эфиріне қош келдіңіздер. Ойбай, мені до того ұялып кеттім ғой прямойға кірмегеніме. Белгілі бір себептерге байланысты кіре алмап едім. Жазып маған неге кірмей жатсыз деп. Сосын қой кірейін деді. Кеше сіздерге кірем деп уәде бергенмін, мен кіре алмай қалдым. Так, қандай тема өтеміз? Саламатсыздар ма? Так, бүгін қандай тема өтеміз? Мен негізі бір тема дайындап қойғам сіздерге. Но если сіздер түсінбей жүрген да, бірақ енді желательно ағылшынды енді бастап жатқандарға ғой. Бұл жерде біз beginner elementary деңгейіндегі темаларды өтеміз. Тема TikTok дейді. TikTok қадам ағылшынға қатысы жоқ. Сан жаттап келіңдер дегем. Сағат өтем дегем, Сағат айту негізі оп-оңай. Сағат айту түсіндірейін онда сіздерге, Алдында сіздерге айтқам 100-ге дейін сан жаттап келіңдер, сосын сағат айтуды үйренеміз дегемін. Енді жаттап келдіңіз ба, енді мен айтқанды орындап. Қазір адам жиналсын шамалы, сосын бастаймыз. Так, онда бірінші сағат айтуды өтейік. Содан кейін мен сіздерге бір алдында prepositions деп қайта-қайта сұрағаннан кейін сол теманы өтсем ба деп ойлап тұрмын. Так, лайк басып отырсаңыздар, сосын адамдар тез қосылса, сосын теманы сабақты бастап кетсек. Прямойға лайк басып отырсаңыздар, сосын тездетіп адамдар көп қосылады. Көп қосылса, өзімізге жақсы, тездет сабақ бастаймыз. Так, алдында сабаққа кірем деген адамдар қайда? Ұйықтап қалды ма әлде? Так, онда бүгінгі тема сіздерге жаңағы time деп қояйын, Time. Уақыт өтеміз. Сан жаттап келсеңіздер. Уақыт өтейік. Негізі уақыт айтудың өзінің ережесі бар. Ағылшын тілінде мен сіздерге сол ережесін түсіндіремін. Но ол ережесінен бөлекте басқа айту жеңілде жолы бар. Бірақ сіздерге главный бір ережесін түсіндіріп өтейін, сосын жеңіл жолын мен де айта берсеңіздер болады, өздеріңіз білесіздер ғой. Главный сөйлесеңіздер болды. Future perfect continuous өте алмаймын, өкінішке орай. Мына жерде біз beginner elementary ағылшынды енді бастап жатқандарға өтеміз теманы. Өйткені қиын тема өтсек, мына жерде адам жиналмайды қиын темаға. Өйткені ағылшынды білетін адамнан білмейтін адам көп бізде. Сондықтан да желательно біз 0-ден бастап өтіп жатырмыз. Оның алдыңғы сабақтарда біз to be өттік бірінші. Сосын to be-дан кейін не өттік? an, the articles өттік. Сосын plurals өттік, көпше түрді өттік. Осы жерде біз көпше түрді 2 сағат өткен шығармыз. Өйткені оның ережесі көп болды. Соны өттік. Етістіктің шақтары жайлы өтіңіз дейді. Негізі алдағы уақытта өтеміз, біз жаймен деп қиындатып келе жатырмыз. Но бірінші легкий, жеңіл темаларды өтіп алайық. Сосын барып шақтарға барамыз. Өткен қазір мен сразу шақтар өтсе, адамдарға уже қиын болып кетеді. Но желательно базовый нәрселерді өтіп алайық. Например, алдында біз articles өттік, енді бүгін time, уақыт айтуды үйренсек,
сосын жаңағы мен сіздерге prepositions, предлогтарды өтсем. Шақтарды неғып өте береміз, ағылшындар қолданбайды да ғой дейді. Шақтар өтіп атқан жоқпын мен. Сіздерге керек нәрсені өтіп атырмын. Енді шақтарда негізі керек қой, но если сіз прямо өткен шақ, осы шақ, келер шақты білсеңіз, сіз спокойно шетелде нан сұрап жей аласыз негізі. Прямо 12 шақтың бәрін, мысалға, мен енді как мұғалім ретінде барлық 12 шақты да, одан бөлек conditionals, passive voice, reported speech деген сияқты неше түрлі ережелер бар ғой ағылшын тілінде. Мен соның бәрін білгенімен, былайынша мен сөйлескен кезде оның бәрін қолданбаймын ғой, если честно. Оның бәрін қолдану былайынша енді қажетті емес. Енді қазір срочно маған ағылшын керек деген адамдарға айтайын, чисто сіздер сөз жаттай беріңіздер, болды. Сөз жаттай берсеңіздер, словарный запас болса, и сосын осы шақ, өткен шақ, келер шақты білсеңіздер, все болды. Уже жаймен сөйлей бересіз ғой. Құрастырып та. Қате болса да, ну даже если қате болса да, сізді қазір шетелге біреу апарып тастаса, сіз сол қате-қатемен де сізді біреу түсінеді. Так что сөйтіп бірден үйрене берсеңіздер. Мысалға, например, менде elementary, pre-intermediate деңгейде оқушылар бар, оқып жатқан. Ну, оқушы дегенде кіттай балдар емес, үлкен кісілер ғой жұмыс істейтін. Вот соларға мен уже пересказ берем. Олар текстті оқиды да, маған түсінік айтады. Түсінік айтып жатқан кезде олардың грамматикасы кәдімгідей қате болады, но олар сөз жаттап өз ойын жеткізіп жатыр. Мен олардың не айтқысы келіп тұрғанын мен түсініп тұрмын, главный. Ничего страшного, если ол present simple'дың орнына, например, байқамай present continuous айтып қалса, например, continuous айтқысы келіп ing-ін тастап кетсе, мысалға да, сол жерде мен оны түсінбей қалдым деп айта алмаймын. Все равно ол не айтқысы келіп тұрған түсінікті. Главный словарный запас болса. Словарный запас болса, вот сіз ешқашан прям адамдармен сөйлесе алмай қалмайсыз да, әйтеуір өз ойыңызды жеткізесіз. Так, онда time бастаймыз, Короче, ағылшынша сағат айту негізі оп-оңай. Сағат айту негізі мен сіздерге ағылшынша сағат айтудың қазір ережесін түсіндірем, но ол ережеге бағынбай, просто так жеңіл түрін айта салуға да болады. Өздеріңіз білесіздер. Бірақ главный мен сіздерге, чтобы алдағы уақытта вдруг шетелге барып та бір адам сізге сағатты прямо ереже бойынша айтты. И сіз прям түсінбей қалдыңыз да. Сондай уақытта керек болып қалар деп сіздерге бірінші ережесін түсіндірейін, Так, сосын ары қарай оңай жолын айтам. И бірақ сіздер өмірде оңай жолын қолдана берсеңіздер болады. Короче, time бірінші уақыт деп жазып қояйын, Ағылшынша қалай уақыт айтамыз? Сағат, сізден біреу сағат сұрайды, и сіз сағат айтуыңыз керек, та. Ағылшынша сағат айту үшін сізге 2-3 қана сөздің, там 2-3 түрі сөздің переводын білу керек, и болды. Бірінші сөз past, кетті деген. Например, біз 3-тен 5 кетті деп айтамыз ғой. Вот сол кездегі осы мынау кетті деген сөз. Сосын екінші сөз to деген, мынау қалды деген. Так, мысалға, там 3-ке 10 минут қалды деп айтасыздар ғой. Вот сол кезде осы қалды деген. Сосын бізге мынандай сөз керек. Quarter. Жазылғанда quarter деп жазылады ғой, бірақ енді біз ағылшындар білесіздер ғой, р-ны андай қылып. Р деп айтпаймыз ғой. Quarter. Quarter деген бізде 15 минут. 15 минутты біз ағылшынша 15 minutes деп айтсақ болады, 15 минут деп, или quarter деп айтсақ болады. Quarter деген тоже андай 15 минут дегенді білдіреді. И сосын одан бөлек half деген сөз бар. Half деген бізде 30 минут. Сіз 30 минут кетті деп 30 minutes деп айтсаңыз да болады, или half деп айтсаңыз да болады. Өзіңіз білесіз. Мынауында айтса болады, мынауында айтса болады. И сосын соңғы o'clock деген сөз. O'clock деген баяғыда мектепте үйренген шығарсыздар. Мынау тура сағат. Тура сағат 3 болды, сағат тура 5 болды деген кезде біз осы o'clock дегенді қолданамыз. Енді сағаттың айтудың ережесі қандай?
Бірінші, любой сағатты айтатын кезде сіз міндетті түрде it's деп бастайсыз. It's деген бізде бұл деген, осы деген мағына білдіреді. It's, например, бізде сағат неше болды? Мысалға 9-дан 5 минут кетті дейін. И бізге осы жерде мынау кетті дегенді қолдану керек. Енді біз білесіздер, қазақша біз бірінші нені айтамыз? Сағат айтатын кезде біз бірінші 9-дан деп сағатты айтамыз, сосын 5 минут кетті деп минутты айтамыз, Но ағылшындарда все наоборот. Бірінші олар минутты айтады, сосын ол 9-дан кетті деп айтады. 9 сағат аяғында тұрады. Так, енді мысалға 9-дан 5 минут кетті деп айтатын болсақ, it is 5 минутты minute. Минут бізде minute. Мына жерде у жазылады, бірақ сіз оны минут деп айтпайсыз. Minute деп мына жерде как будто и тұрғанда айтасыз, 5 minute s қосам, өйткені біреу емес, бесеу, көпше түрде, 5 minutes, 5 минут кетті деген бізде қай сөз? Кетті деген бізде мынау past деген, Past дейсіз. Сосын нешеден кетті? 9-дан кетті. Вот. It's 5 minutes past 9. 5 минут кетті 9-дан. Вот, болды. Көрдіңіздер ма? Сағат айту оп-оңай. It's 5 minutes past 9. 9-дан 5 минут кетті деп айттым. Мына. Ал енді 10 минут кетті дейтін болсаңыз, дәл осындай 5 минуттың орнына мысалға 10 дей саласыз. It's 10 minutes past 9. 9-дан 10 минут кетті. Немесе 11-дан дейік, мысалы 11-ден кетті. It's 10 minutes past 11. 11-ден 10 минут кетті деп айтып жатсыз. Главный бізде қазақ тілімен шатастырмас үшін бірінші біз минутты айтамыз, сосын барып сағатты айтамыз. Сол екеуін шатастырып алмау керек та. Біз өйткені қазақшада біз 9-дан 5 минут кетті деп бірінші сағатты айтамыз, сосын минутты айтамыз ғой. Ал ағылшындарда керісінше. Бірінші минутты айтып алады, 10 минут кетті деп, сосын нешеден кетті? 11-ден деп айтады. Түсінікті ғой? Так, түсінікті болса, маған осы жерге бір сағаттар жазсаңыздар, мысал ретінде, мысалға 9-дан 15 минут кетті. Или там 10-нан 15 минут кетті. 10-нан 12 кетті деген сияқты қылып жазсаңыздар. Сразу практикада қолданамыз. Үйренеміз и сразу практикада қолданамыз. Неғып сонша қиындатады осылар дейді. Енді оларда қазақ тілін үйренсе, оларға да қиын шығар. 10-15 деп жазып отырмын ба? Мынандай қылып сөйлем қылып жазбайсыздар ма не? It's 10 minutes past 11 деп. 10-15 деген цифрамен мен де жаза аламын ғой. Неге қолданбайды? Басқа қалай сөйлейді дейді. Кім не қолданбай жатыр түсінбедім. Мына ережені неге қолданбайды деп жатыр ма? Так. It's 2 minutes past 8. Сағат 11:30 па дейді. It's half past 11. Дұрыс, бірақ қазір мен сізді жөндеймін. Мына жерде half minutes дегенде минутты қолданбаймыз, It's 5 minutes past 12. It's 45 minutes past 22 дейді. It's 22 minutes past 46. Керісінше жазып қойған жоқсыз ба? 22 минут кетті 46-дан дейді. 46 деген сағат жоқ бізде, Керісінше жазасыз. 46 минут. 46 дегенде бірінші жазу керек. Бірінші минутты жазамыз. 23-44 қандай болады дейді. It's 44 minutes. 44-ті бірінші жазасыз. Past 11-ден деп 11 дейсіз. Бірінші минутты жазыңыздар. Бірінші минутты жазыңыздар. Сағат жазып қоймаңыздар бірінші. Мысалға 23:44 болса, it's 44 past 11 дейсіз ғой. Қалай сөйлеу барьерін бұзса болады дейді. Сөйлеу барьерін бұзу үшін қате болса да сөйлей беру керек. Просто сөйлей беру керек. Ұйқыдан тұрасыз да, кешке дейін не істедіңіз, просто айта бересіз.
Мен ұйқыдан тұрдым, бетімді жудым, тісімді жудым, завтрак іштім, завтракқа шай іштім, жұмыртқа жедім деген сияқты қылып сол мелочтің бәрін айта беріңізші. Бірінші кезде грамматикаға мән бермеңіз. Грамматика өйткені ол со временем жөнделеді. Ең бірінші сіз сөздерді жаттай беріңіз. Сөздерді сол қосып айта бересіз. Сол кезде барьер кетеді. Сөйлеудегі барьерді құрту үшін сөйлеу керек. Ал сөйлемей, мен қорқам деп отырсаңыз, ешқашан сөйлемейсіз. It's 47 minutes past 22. Yeah, very good. It's 10 minutes past 22. Very good. 45 minutes to 22 дейді. Yeah, түсіндіңіздер, короче, yeah. Так, бізде енді мына past 11 дегенде түсіндіңіздер, кетті дегенде. Вот кетті дегенде екінші ереже. Мынау to дегенде жазамыз, е? To дегенде дәл осындай, оп-оңай. Дәл жаңағыдай ғой, енді қалды деп жазамыз. Бұл жерде де сағатты айтатын кезде it's пен бастаймыз. It's, я, например, 5 minutes to деймін енді мен. To, например, 9. Ал сағат неше болды енді? Табыңыздаршы. It's 5 minutes to 9 дедім. Сағат менде неше болып тұр? Осы кезде. It's 5 minutes to 9. Вот, 8:55 дейді. Дұрыс айтасыз. Менде мына жерде сағат 8:55 болып тұр. Мен осы кезде 9-ға 5 минут қалды деп айттым. Өйткені бізде to деген не мағына білдіреді? Қалды, міне. To деген жазып қойдым жаңа, қалды деген мағына білдіреді. Вот, енді дәл өстіп айта бересіздер. Сонда сіздерде не өзгереді? Past деген кетті деген, to деген қалды дегенді білдіреді. Сіз осы екеуін бетіп қолдана бересіздер. Е? Так, енді дәл осылай, енді, например, 9-ға 5 минут емес, например, 15 минут қалды. 9-ға 15 минут қалды. It's 15 minutes to 9 деп айтасыз. Или мен жаңа айтқанмын, 15 минут дегенді біз басқаша қалай айтамыз? Міне, коца деп айтамыз, е? Светпен шағылсып көрінбей тұр ма? Коца деп айтамыз. 15 минутта. И сіз дәл осы 15 минуттың орнына осы коца деген сөзді жазсаңыз болады, міне. It's коца. Мынау бізде коца деген 15 минут деген. To 9 десеңіз болады. Бірақ бұл жердегі ереже, сіз коца деген сөзді жазған кезде, мынау minutes дегенді айтпайсыз. Өйткені уже коца дегеннің өзі сразу 15 минут дегенді білдіріп тұр. Түсінікті ғой, е? It's 8:45. 9-ға 15 минут қалды дедім. It's 8:45. Так, енді сразу практикада қолданамыз, е? Так, кеттік. Енді сағат 9 неше болды? 9-дан 40 кетті. 10-ға 20 минут қалды деп жазыңыздаршы маған. 10-ға 20 минут қалды деп. It's-тан бастаймыз. 9-дан 40 минут кетті, значит 10-ға 20 минут қалды дейміз. Так, кім бірінші дұрыс жазады екен көреге? 9-ға 5 минут қалды дейді. Дұрыс. Ағылшын курс өтесіз ба дейді. Я курс жайында осы TikTokта сообщение жазатын личкаға жаза беріңіз, е? Профильге кіресіз, сол жерде сообщение деген жазасыз. Так, it's 20 to 10. Very good. It's 20 minutes to 10. It's 20 minutes to 10. It's 20 minutes to 9 болмайды. Если it's 20 minutes to 9 болса, 9-ға 20 минут қалды. Ал бізде сағат 9-дан 40 кетіп жатыр. Көрдіңіздер ма? 9-дан 40 кетті деген, значит, келесі 10-ға 20 минут қалды деген сөз. Сіз соны есептеулеріңіз керек, е? It's 40 minutes to 9 деген 9-ға 40 минут қалды деген. It's 20 minutes to 9 деген 9-ға 20 минут қалды деген. It's 20 minutes to 10 деген дұрыс енді. Түсіндіңіздер, е? Мына жерде енді бізде it's 8:45. Сіздер мынаны 10-ға 20 минут қалды деп айту үшін сіздер 20 минутты жазасыздар бірінші. Мына it's
20 дейсіз, иә? Сосын минутты қысқартайын. Сосын to деген бізде қалды деген мағына білдіреді. To 10 дейсіз. Енді 9-дан кейін келесі неше 10 ғой енді. 10-ды жазу керек. Если сіз 9-ға 20 минут қалды десеңіз, онда сағат 8-ден 45-ті болады ғой. Түсіндіңіздер ма? иә. Так что it's 20 minutes to 10 деп жазамыз. 10-ға 20 минут қалды деп. иә. Так, енді дәл осы бойынша, to деген ереже бойынша маған мысал жазсаңыздар, иә, осы жерден. Түсінгендер. Өздеріңіздің мысалдарыңыз жаза беріңіздер. Мысалға, жаңағыдай 9-ға 20 минут қалды, или 9-ға 15 минут қалды, 12-ге 15 минут қалды деген сияқты қылып жаза беріңіздер. Just 9:40 дейді. иә, мен оны соңында айтам, соны айтайын тұрмын. Осылай да айтуға болатын шығар дейді, қалай. It's 10 to 14. It's 15 minutes to 11. It's 20 minutes to 11. Yeah, very good. Дұрыс. It's half to 8. It's 7 minutes to 11. Yeah, осы кездегі сағат жазып жатыр ғой деймін бәрі. Так. It's 10 minutes to 9. It's 6 minutes to 11. It's 4:45. Түсіндіңіздер, иә? Окей. Так, енді біз осы жерде half дегенді қолданған жоқпыз, иә, мынау. Half деген менде бір сөйлем құрастырсақ болады, иә. Например, если біз сағат жаңағыдай 8:30 болды, 9:30 болды деп айтатын болсаңыз, например, да? Вот. Мынау half деген, иә. Например, сағат 9-дан 30 минут кетсе, сіз не деп айтасыз? It's half кетті деген бізде past. Сосын нешеден? 9. It's half past 9 деп айтасыз. иә. Так, енді сразу практикада осы half-ты қолданып сөйлем құрастырсаңыздар, иә, сразу. Басқа тақырыпқа ауытқымадық па? иә, осыдан кейін басқа тақырып өтеміз. Просто мынаны алдында бір кісілер сағат туралы сұраған, соған өтіп жатырмыз. Why complicate things? It's just a rule. I'm explaining the rule of telling the time. I'm not making it difficult, yeah? Сіз күнде эфирге шығасыз ба? Күнде стараюсь күнде шығуға, бірақ күн ара шығам. Белгілі бір уақыт бар ма дейді. Обычно негізі мен түсте шығып жүргенмін. Но түсте адам аз, сондықтан кешке шығайын деп пландап жүрмін. Вот, например, бүгін түнде шығайын дедім. Негізі Сәуле менің профиліме кіріп, сол жерде колокольчик деген болады екен. Мен лично өзім білмеймін, бірақ маған осы жерде айтқан, осы жердегі подписчиктер, то, что колокольчик дегенді басып қойса, мен эфирға кірген кезде сізге уведомление барады екен. Кір деп. Мына жерде мен ағам мені мазақ қылып отыр. Өлең айтып. Құлаққа жағып жатыр дейді. Құлаққа жағып қана қоймай, ағылшын үйренсеңіз вообще күшті болар. Но бірақ сіздің ағылшыныңыз и так та жақсы сияқты, иә. Так, B1-нан B2-ге деңгей көтеруге орташа есеппен қанша айда жетуге болады, егер күнде оқыса дейді. Енді, если честно, это зависит от желаний. Желаниеңіз жақсы болса, сіз тез үйренесіз. Бір жарым айда спокойно үйренуге болады. А если сіз пропускать етіп, сөздерді жаңағыдай жаттамай, бір күн шаршап, бір күн оқып жүрсеңіз, онда енді жай жетесіз. Мені үйретесіз бе дейді. Сабақ жөнінде неге жаза беріңіздер? Профильге кіресіздер, сол жерде сообщение дегенге жазасыздар. Сосын айтпақшы, біз группа жинап жатқанбыз. Иә, біз бір неден beginner, начинающий ағылшынды енді бастап жатқандардан түске группа жиналды, енді кешкіге группа жинап жатырмыз. Қосылам десеңіздер, келесі апта Құдай қаласа басталады уже. Адамдар жиналып тұр, енді бір өзі мен группада ары кетсе 3-5, максимум 5 адам оқытам бір группада.
көп 10 адам жинамаймын, өйткені качествосы болмайды. Сондықтан тіркелем десеңіздер, үлгірсеңіздер болады тездетіп жазып, иә. Өйткені келесі апта уже басталады. Ағылшынды 0-ден бастаймын деген адамдарға группаға тіркеліп үлгіріңіз, иә. Келесі апта уже басталып кетеді сабақ. Сәуле, сол жаңағы профильге өтіп, колокольчикті басып қойыңыз, иә. Сол кезде сізге барады. How much the training cost? It depends on the level. You can write to me in my profile page. You can write here their message to me. Жалпы күніне максимальный қанша сөз жаттауға болады? Енді күніне максимальный қанша сөз? Енді ол өзіңізге байланысты ғой. Сіз көп сөз жаттайтындай қабілетіңіз болса, көп сөз жаттай бересіз. Желательно негізі максимальный көп жаттаған дұрыс та, өйткені оның по-любому жартысы миыңызда қалады, жартысы ұмытылып қалады. Сондықтан барынша көп жаттай беру керек. Good evening шығар, иә. Бірақ good evening біз уже good night болып кеткен шығар. Так, мен ағылшынша оқимын, бірақ жаттаған сөздерім 10 күннен соң ұмытып қала беремін. Неге ұмытып қала бересіз сөздерді? Өйткені қолданбайсыз. Ол сөздермен сөйлем құрастырып айтпайсыз. Жаттап аласыз да просто жүре бересіз. Үйде жүрген кезде, мысалға, мен сізге, например, it's деген какой-то элементарно осы сөзді үйрендіңіз, иә? Мынау it's деген бұл деген сөз, иә? И осымен алыңыз да сөздерді үйрене берсеңізші, мысалға, мынау партама it's desk, it's pen, it's marker деген сияқты қылып, it's paper, it's не бар тағы да, cupboard деген сияқты үйдегі заттарды жүріңізде айта беріңіз. Сосын айтсаңыз, есіңізде қалады. Айтпасаңыз, конечно, ұмытып қаласыз. Так, бағасы қанша курстарыңыздың жеке и индивидуально дейді. Гүлман М. Маған профильде сообщение жазатын жерге жазсаңыз, сол жерден толық ақпарат аласыз. Я осы эфирден кейін сізге жауап беремін. Жаңағы ағылшынды 0-ден бастаймын деген кісілерге, я жаңағы келесі апта басталатын группаға қосылсаңыздар болады. Сабақ Zoom-да онлайн болады. Андай видео урокты жіберіп қойып, мен отырмаймын. Кәдімгідей онлайн бетпе-бет мұғаліммен оқисыз. Сосын кәдімгідей каждый раз сізге үй жұмысы беріледі. Түсінік айтасыз, сөз жаттайсыз, бірыңғай ауызша сөйлеуге мән береміз. Өйткені ауызша көп адамдарда проблема. Ақшамен ба дейді. Енді осы жерде прямойда тегін үйреніп отырсыз сіз. Ал ақшамен деген енді курс, я курс платный ғой енді. Неше теңге обучение дейді. Айгүл, маған профильге өтіп сообщениеге жазсаңыз болады осы жерден, тиктоктан. Сосын прямойда біткеннен кейін жауап беремін. Мен де қосылам дейді. Сымбат, маған жекеме жазыңыз, я осы жаққа. Бесплатно ма, платно ма дейді. Осы жерде прямойда сабақ түсіндіріп атқаны бесплатно ғой. Осы жерде бесплатно үйреніп атсыздар. Ал курс платно. Онлайн Zoom-да өтетін курсым, ол платно кәдімгідей. Бірнеше ай бұрын тіркеліп қойдым, бірақ сізді жоғалтып алдым. Сізді көріп қуанып отырмын дейді. Я сол жаңағы колокольчик дегенді басып қойсаңыздар, жоғалтып алмайсыздар. Постоянно айта берсең ұмытып қала бересің дейді. Неге постоянно айтса адам қалай ұмытып қалады? Мысалға, например, менің оқушыларым, если, например, да, тамақ деген теманы өтсе, оларда мынандай задание болады. Күнде олар маған не істейтінін тапсырады да, күнде кешке, с утра до вечера не істегендерін жазады. Енді мысалға біз тамақ деген теманы өтсек, олар уже соның ішіне сол тамақты қосады. Мысалға, уже күнде не істегеннен бөлек олар маған не жегендерін айтады. Кәдімгі спикингпен айтады. Например, завтраққа мынандай жедім, обедке мынандай жедім деген сияқты. И сол кезде олар именно сол өздерін жаттаған сөздерін қолданады. Рахмет, 15 адамға эфир жібердім дейді. Ақшамен ба деген не сөз дейді. Енді, яда адамның уақыты ақша ғой енді. Адам уақыты кеткесін, ақша төлеу керек уақыт деген. Қайда жазамыз, WhatsApp номері бар ма дейді. Осы жерде, тиктокта профильге кіресіз ғой. Сол жерде сообщение жазатын жер бар.
Болмаса осы жерге номерлеріңізді қалдырсаңыздар, эфир біткесін өзім жазамын сіздерге, сосын группаға қосамын. Осы жерге номерлеріңізді қалдыра беріңіздер, иә, жаңағы бигиннер ағылшынды енді бастаймын, группаға кіремін деген кісілер. Шығып кетесіз, уже қырылып жатыр мына жерде. Қазір мен ағылшын үйренуге тура келіп тұр. 2 жасар ұлым ағылшынша сөйлейді. Вот, 2 жасар ұлыңыз ағылшынша сөйлесе, как раз қасыңызға партнер табылды. Ой, ұрыспаймыз. Так, кеттік онда. Енді мына жерде сағат айтып үйрендік, иә? Енді қазір мен сіздерге бір сюрприз айтам. Мына жерде біз ағылшынның сағатын үйрендік қой, иә? Бұл ағылшынша сағат айтудың ережесі. В целом мен сіздерге ережесін түсіндіріп жатырмын. Но бұны жеңілдетіп, кеше мен сіздерге алдында прямойға кірген адамдарға айтқам. Сағат үйреніп келіңіздер. То есть сағат емес, 100-ге дейін санауды үйреніп келіңіздер дегем, иә? Вот, сол сандарды үйреніп келсеңіздер. Енді сағат айтудың негізі оңай жолы бар. Қиындатпай, 9-дан 30 кетті дегенде 9:30 деп айта салуға болады. Или там 9-дан 15 кетті дегенде 9:15 деп те айта салуға болады. Жеңіл түрі. Мына ережеден бөлек. Но мына ережені любой адам білу керек деп ойлаймын мен енді. Қалай сағаттың ережесін білмейсің? Мына ережені мен главный сіздерге түсіндірдім. Ережемен айтасыздар ма, айтпайсыздар ма, сами знаете, но просто так өстіп айта салуға да болады. Тура сағат болса, мысалға 9:00 болып тұрса, сіздер оны бүйтіп айтасыздар, иә? It's 9 o'clock деп. Мына 9 o'clock деп. Бағана мен айттым, иә? Тура сағат болған кезде біз o'clock деген сөзді қосамыз дедім. Вот, it's 9 o'clock, сағат 9 болды дегенді білдіреді. Иә? Дәл сол сияқты сандарды білсеңіздер жатқа, иә, например, и айта бересіздер 9:15. Бізде 9:15 деп айтамыз ғой. 9-дан 15 минут кетті деп тұрмаймыз ғой. Вот, жеңілдетіп 9:15, 9:15. Или там 8:45 болса 8:45 деп айта салуға болады ағылшынша. Иә, өздеріңіз білесіздер. Жеңіл түрі осы. What time is it дейді. Қазір неше болып тұр, енді жазыңыздар. Осы кезде сағат неше болып тұр, соны жазсаңыздар болады, иә? Ой, мына жерде уже бір-бірімен ұрысып жатыр ғой. Окей, кеттік. Так, енді келесі тема, короче, біз алдында прямойға кірген кезде, прямойда нені prepositions көп сұраған бізден адамдар, иә? Вот соған мен байланысты prepositions өтейін деп ойладым. Короче, prepositions деген предлог деген ғой. Предлогтарды 11:05 дейді. Әлі сағат жазып жатыр мына жерде. Мейіржан осы күшті сабақ оқиды. Алдында да прямойға кіріп, айтам сразу қағып алады. 5-ке оқитын отличник оқушы. Сіз мен бәрі жүрген ағылшыннан қарағанда күшті түсіндіресіз дейді. Я енді с опытым келетін нәрсе. Окей. Так, кеттік онда. Келесі тема. Сағатты үйреніп болдыңыздар, иә? Так, кеттік. Келесі тема бізде предлог. Предлог деп орысша жазып қоям. Неге? Өйткені қазақ тілінде предлог жоқ. Қазақ тілінде біз предлог қолданбаймыз ғой. Иә, білесіздер. Біз at, in, on деген предлогтарды қолданбаймыз. Сондықтан мен мынандай орысшаға сәйкестендіріп түсіндірем, иә? Курс қанша сізде дейді. Курс менде индивидуальны бар, групповой бар. Группаға қосылғыңыз келсе, или индивидуальны оқығыңыз келсе, осы тиктокқа, осы жерге номеріңізді қалдырыңызшы. Қазір мен сообщениеге жаз десем, көп адам қай жеріне жазатын білмейді екен, иә? Так, кеттік онда, давайте предлог түсіндірейін. Короче, ағылшын тілінде мынау предлогтардың екі түрі бар, иә? Жаным, рахмет. Мені неге шақырып атқан несіз? Сабақ түсіндіріп атса, адам совместный эфирға шақырып атыр. Басқа істейтін тірлігіміз жоқ, иә? Так, короче, предлог ол екіге бөлінеді. Уақыт болады и бірінші, например, time болады.
уақытқа арналған. И екінші жерге арналған болады, иә. Бірінші мен сіздерге time өтейін. Time бізде мынандай at, in, on деген at, in, on деген сөздерді көресіздер ғой, любой ағылшыннан, иә. Например, ағылшынша сөз сөйлем жазған кезде, или там ағылшынша кітаптарда көресіздер, везде осы at, in, on деген предлогтар тұрады. Вот осы предлогтарды қай жерге қоямыз? Ол не қылып тұр ол жерде? Не қылып жаңағыдай. Бізде қазақ тілінде бұл сөздерді қолданбаймыз, иә. Сондықтан предлог деген жоқ. Сондықтан бұл орысшамен сәйкестендіремін. Иә. Окей, не жазып жатыр? Тәртіпсіз мазаңызды алып жатқан дейді. Білмеймін. Так, апай, сізде уровень. Я, менде advanced. Уровень advanced. Өзі ағылшын тілінде 6 уровень бар, максимально advanced уровені. Так, кеттік. Енді at, in, on қай кезде қолданамыз? Мынау прямо ағылшынды мен дым білмеймін деген адамдарға арналған. Осы жерден үйреніп алсаңыздар болады, иә. И асты үсті деген емес, коммент түсіндірем. Мына жерге уақыт деп жазып қойдым. Бұны біз уақытқа қолданамыз. Асты үсті деген сөз емес мынау, иә. Так, кеттік. Бірінші, например, at-тан бастайық, иә. Мынау at деген предлогты, ағылшынша preposition деп айтады, иә. At деген предлогты қай кезде қолданамыз? Так, ең бірінші, at дегенді біз уақытқа қолданамыз. Уақыт айтқан кезде, вот жаңа ғана как раз уақытты өттік, иә. Енді сіздер сағат 7-де деп айтатын болсаңыздар, сіздер осы at-ті қоюларыңыз керек алдына. Например, at 7 o'clock. Түсіндіңіздер ма? Осы at деген предлог мынау сағаттың алдында тұру керек. Жаңағы айттыңыздар ғой, at 7:15, 7:15 деген кезде, иә, міндетті түрде сағаттың алдына сіз осы at деген предлогты қоюыңыз керек, ағылшын ережесі бойынша. Так, бірінші кетті. Екінші, at деген бізде мейрамдарда. Например, мереке дегенде барлық мерекеге қатысты емес, андай бір ұзақ уақытқа созылатын, белгілі бір күндерге созылатын мерекелер болады. Например, ағылшындар көбінесе at Christmas деп айтады. Иә? Christmas. Мысалға, олар Christmas деген Рождество мерекесін бір күнде тойламайды, бірнеше күнге созылатын болғандықтан олар at деген предлогты қояды. Өйткені мынау at деген предлог белгілі бір ұзақ мерзімге созылатын мейрамдардың алдына қойылады, ережесі бойынша. И сосын бұдан бөлек at деген сөз өзі бір қатып қалған сөздерге қойылады. Например, қазір түн ба, сіздер түнді at night деп айтасыздар. Например, түнде дегенді at night. Мынау at night деген қатып қалған ереже. Мынау түнде деген сөз. Енді, например, мен түнде далаға шықтым, түнде кафеге бардым деп айтқыңыз келсе, сіз at night деп айтасыз. Осы түнде деген мағынаны білдіреді. Я, сосын одан бөлек at home деген, я бұл жерге жазбаймыз, өйткені біз уақытты айтып жатырмыз ғой, Мержан. Қазір жерді айтатын кезде, вот сол кезде жазыңыз at home деп, я. Бізге әзірге уақыт керек. Сосын одан бөлек бүгін мысалға воскресенье, я. Вот суббота, воскресенье демалыс күндер ғой. Демалыс күндерді орысша выходной дейсіздер, ағылшынша weekend дейсіздер. Вот соны at weekend. At weekend демалыс күндері деген мағынаны білдіреді. Сол кезде сіз мынаның алдына at қоюыңыз керек. Ереже бойынша. Я. Так, я болмаса мына жерге the-ні да қоюға да болады. At the weekend деп. Ереже бойынша. Так, сосын бұдан бөлек тағы мынандай ереже бар. At lunch time деген сөз бар. Аудармасын жазып алып отырыңыздар, я. Мен мына жерге жазып жатқан жоқпын аудармасын. At lunch time. Lunch деген қай уақыт? Lunch деген қай уақыт? Кім біледі? Обед, вот. At lunch time деген болса, обед уақытында. Түскі ас уақытында деген сөз шығады. Вот, сіздер енді осы сөздерде at қолдануларыңыз керек. Сосын ұзақ уақытқа созылатын мейрамның алдына at қоясыздар. И уақыт, сағат айтатын кезде обязательно at қойыңыздар. Көп оқушылар білем, сағатты айтқан кезде at дегенді тастап кетеді.
Енді прямо айтып жатқанда әтті тастап кетсеңіз енді түсінікті, түсініп атамыз сіздің сағат айтып атқаныңызды. Ереже бойынша бірақ қате ол. Сондай не дейді, Англияға барғанда вообще мектепте басқа английский үйренгенбіз ау деп қалдым дейді. Мен Америкаға барғанда бұрын Америкада жұмыс істегенмін. Сол кезде мен 1 апта сөйлемей жүргем. Мен ойладым, осяқтан барғанда, мен керемет ағылшын білем, мен спокойно өмір сүрем деп барған адаммын ғой. Америкаға барғанда мен 1 апта шамалы жүрдім. Кім қалай сөйлейді, өткен дым түсінбедім, кім не айтып жатыр жүрдім. Сосын 1 аптадан кейін жаймен сіңістім. Сондай сияқты. Просто олар біз қолданатын, енді ол еще зависит от книги. Мысалға бізде көбінесе мектептерде, универлерде британский английскийдің кітап, Британияның шыққан кітаптарымен оқытады, ал ояқта көбінесе сөздері, мысалға жаңағыдай британский сөздермен үйретеді, соларда көп қолданылатын. Ал Америкаға барғанда олардың өздерінің сөздері бар. Өздерінің сөздері дегенде, бір ағылшын ғой. Просто мысалға бізде де Қазақстанның ішінде бөлінеді ғой. Мысалға бір жерде шалбар дейді, бір жерде не дейді, сын дейді деген сияқты бөлінеді ғой. Сол кезде сондай сөздерді біраз түсінбей қалып, сосын барып артынан ес жинап сөйледік. Rose әнінде апыты APT қайырмасында әдісі дейді ғой дейді. Әдісі сол. Look at me, маған қара дейді. Ол жерде де. Бірақ енді ол жерде look at me да маған қара дегенде ол at направление болып тұр. Маған деген, Осы ережелерді ағылшындардың өзі ұстана бермейді. Құдай салмасын, ми ашып кетті тыңдаймын. Енді ағылшындардың өздері қолдана бермейді. Бірақ енді үйретіп жатырмын, керек адам болса үйрене берсін деп. Енді бұл жерде барлық ағылшын спикингпен барлық адам спикингпен отырған жоқ қой. Если сіздер спикинг болса, ладно, қате сөйлесеңіз де сізді түсінеді, Бірақ енді кейбір адамдар, может, шетелге оқуға түскісі келіп отыр ма, или там магистратура тест тапсырайын деп отыр ма. Если магистратураға тест тапсырып, сондайға дайындалып отырсаңыздар, обязательно мынандай ережелер керек сіздерге. Так, сондай. Акцентіңіз қандай дейді. Менде American акцент, американский. Бритишқа қызығамын, бірақ өйтіп қатты онымен жұмыс жасамадым. Бірақ British акцент күшті. Так, кеттік. Әт ережесін болдық, Так, мынаны болсақ, кеттік ары жалғастырамыз. Енді in. Наны өздеріңіз түсіріп аларсыздар, или переводын жаңа айттым, Так, кеттік. Енді in деген предлог. In дегенді қай кезде қолданамыз? Бұл ішінде деген сөзді мағынаны білдіреді, но в данный момент мен уақытқа қатысты өтейін деп жатырмын, Так, барлық 12 айға, 12 айдың алдына in қоясыздар. Соны жаттап алыңыздар. Барлық 12 айдың алдына January, February, March, April, May, June, July деген барлық 12 айдың алдына сіздер январьда, мысалға қыркүйекте, наурызда деп айтатын болсаңыздар, in қоясыздар обязательно. Например, in March, наурызда, или in April, апрельде деп, Вот 12 айдың алдына in деген предлог қоясыздар. Міндетті түрде. In January, in February, in March, in April, in June, July деп кете бересіздер. Түсінікті ғой бірінші ережесі, Так, екінші жыл. Жылдың алдына. Жыл деп жазып қойдым, Жылдың алдына, мысалға 1999 жылы деп айтатын болсаңыз, сіз in 1999 деп айтасыздар. Мысалға 2000 жылы деп айтатын болсаңыздар, осының алдына in қоясыздар обязательно. In 2000 деген сияқты қылып кете береді. Жылдың алдына қоясыздар. Екінші ережесі кетті. Үшінші ережесі ғасыр, century. Ғасырдың алдына in дегенді қоямыз. Например, in 20th century.
20 ғасырда. Или там in 19th century. Мысалға ағылшынша ғасыр деген осылай жазылады. Мына in 19th century деген 19 ғасырда деген мағынаны білдіреді. Вот ғасырда айтқан кезде алдына in деген қоясыздар. Так, сосын кеттік ары қарай. Төртінші ережесі 4 season. Season деген мынау сезон. 4 жыл мезгілі. Қыс, жаз, күз, көктем. Осының алдына обязательно in қоясыздар. Например, қыста деп айтатын болсақ қалай болады? In кім біледі екен? Қыс ағылшынша қалай? Қыста деп айтқым кеп тұр мен. Қалай айтамыз? Қыста деп? Ешкім білмеді. In winter. In winter. Дұрыс. Я. Қыста деп айтқым келсе, менде in winter болады, я. Ал осы кезде жаз. Жазда деп қалай айтамыз? Жазда деп қалай айтамыз? In summer. Вот, молодцы. Күшті біледі екенсіздер ағылшынды. Көктемде. Уже ағылшынша жазуға ерінет. In summer деп орысша жазырды. In spring. Окей, very good. Ал күзде. Күзде дегенді қалай айтамыз? In күз. In autumn. Окей, very good. In autumn. Вот. In autumn или я fall деп те айтады ағылшынша. Біреуі американский, біреуі британский, я. Күз деген мағына білдіреді екеуі де. In autumn деп өстіп 4 жыл мезгілінің алдына. Так. Осыны түсіріп алыңыздар. Я. Осыны түсіріп алыңыздар. Так, сосын келесі ереже 4-шісі мынаның. 4, то есть 5-шісі бар. 5-шісі ол жаңағыдай. 5-шісін, так, мына жерде өшіре берейін, түсіріп алған шығарсыздар, я. Так, мынаның 5-ші ережесі ол андай сөздер. Андай өзінің жаңағы at weekend деген сияқты қатып қалған сөздер, я. 5-ші ережесі. Бізде азан, түс, кеш деген сөз бар ғой. Сол 3 сөздің алдына in қоямыз. In the morning. Азанда. Мен қазақшасын айтам, бірақ өздеріңіз жазып алыңыздар, я. In the morning. Сосын түсте деп қалай айтамыз? In the afternoon. И кешке деп қалай айтамыз? In the evening. Азан, түс, кеш. Үшеуінің алдына in деп қоясыздар. Вот осы ереже. 1, 2, 3, 4, 5 ереже бар. 5 ережені жаттап алсаңыздар, вот түсінесіздер енді. Ол in нағып тұр, ол жерде. Деп, я. Окей. Так, комментарийға. Evening. Апай қиын предлог үйренейікші дейді. Бізде уровень beginner elementary. Түк ренжімеңіз. Біз ағылшынды 0-ден бастап жатқан адамдарға үйретіп жатырмыз, я. Курс қанша дейді. Курс жайында осы жерге номер қалдырыңыз, сізге мен хабарласам. После прямого эфира. In summer, in winter. In February 26, my birthday шығар, я. In сонда мезгіл ғой дейді. Я. In деген мына жерде сіздер бір нәрсенің ішінде деп ойламаңыздар. In деген именно уақыт айтылып тұр. At деп уақытты айтамыз ба дейді. At деген я, уақытқа да бар, жерге де бар. Екі жерде де қолданылады. Мынау мен бірінші өтіп жатқаным уақыт. Уақытты айтып жатырмын. Үйренген американский акцентке британдық акцент қиын дейді. Британдық акцент әдемі, но я оны да практиковать етіп үйрену керек. Негізі айта берсе үйренуге болады. Негізі американский дерзкий ғой дейді. Американский енді, я, простой ғой, легче ғой.
Америкада адамдар айтады, ағылшын үйренген адамдар таза сөйлейді грамматика бойынша дегенді естідім дейді. Иә, енді сіздер мысалға лично мен өзім енді английскийдан беріп отқан мұғалім болғандықтан мен сөйлеген кезде кәдімгі прям обращаю внимание. Каждый неге грамматический ошибканың бәріне мән беріп отырамыз да. Өйткені біздің мамандығымыз сондай ғой. Ал шетелде бәрі қате сөйлей береді ғой. Енді Америка деген өзі баяғыдан андай ғой, араласып кеткен тіл ғой. Афроамериканецтер барлығы, Африкадан келгендер барлығы араласқаннан кейін уже әртүрлі акцент, әртүрлі грамматикамен кетіп қалған. Мысалға, негізі американецтердің кінәсі жоқ. Сізден де осы кезде мен зат есім деген не, шылау, одағай деген не деп сұрасам, сіз де білмейсіздер ғой. Мектепте өтіп ұмытып қалдыңыздар ғой. Дәл сол сияқты ғой, американецтерге present simple деген не, past simple деген не десең, ол не еді деп тұрады ғой. Нормально мектепте оқыды и өскесін ұмытып қалды. Бізде сондай, менен де қазір сұрасыншы, шылау не, одағай не, сосын қазақ тілінің көп ережелерін уже ұмытып қалдық қой, но қазақша сөйлейміз. Сондай сияқты оларда ағылшынша сөйлейді, но ережесін білмейді. Өйткені оқып баяғыда ұмытып қалған. Герундий деген не дейді? Герундий деген ing жалғанатын сөздердің соңына, оның өзінің 4-5 ережесі бар. Сол 4-5 ережесі бойынша тауып аласыз. Наоборот, оригинал Англияныкі дейді. Я солға айтып тұрғам, ақштықы ол өзгеріп кеткен, өйткені оған африканецтер, даже ішінде итальянский сөз көп, французский сөздер көп, латын тілі барлығы араласып кеткесін, ол уже андай смешанный болып кеткен. Таза английский ол британский английский. Қазақтар сияқты орысша аралас сөздер. Я, дұрыс айтасыз. Біздікі де быт-шыт болып жатыр ғой, тіліміз. Your channel is really useful, дейді. Yeah, thank you very much. O'clock is редко қолданылады. Я, мен просто мына жерде сіздерге ережесін түсіндірдім, но оны қолданасыз ба, қолданбайсыз ба, сами знаете. Апай, мен английский дж-ті таңдайын деп едім. Ағылшын қатты қиын болады ма дейді. Енді дайындалмасаңыз қиын болады, конечно. Английский именно енді тапсыратындарға айтайыншы. Енді тапсыратындар прямо сіздерге шұқып оқу керек қой. Өйткені оның ішінде subject, object, бастауыш, толықтауыш, прямо мына жерде үйреніп атқан английский жолда қалады. Біздің ентіда сұрайтын ағылшын мен деген таң қалам, прям профессор болайын деп жатыр ма, мыналар қалай дайындап жатыр деп. Ентіда сұрайтын ағылшын, білмеймін, маған одан легче, IELTS легче сияқты. Интермедиат пробный бар ма дейді. Пробный сабаққа, пожалуйста, бар. Өтіп берем. Окей. Так, түсінікті, кеттік я, ары қарай. Так, еркін сөйлеу үшін неше жыл кетеді примерно дейді. Енді это зависит от вас. Если сіз мен асықпай үйренем, жайлап үйренем десеңіз, жүре бересіз жылдар бойы үйреніп. Мысалы, 1 жылда үйреніп, сөйлеп шығарсыз. Ал егер прямо маған срочно керек, мен тез-тез үйренем, менің желанием бар десеңіз, прямо 1 жазда үйреніп, уже шамалы сөздің басын құрап, өзінің кім екенін, не істейтінін, не қылатынын айтып сөйлеп атқан адамдар бар. Мен осындайды айта алмаймын адамдарға қашан үйренетінін, өйткені все зависит от желаний. IELTS тапсырайын десем, жазылым мен айтылым тапсыра алмайтын сияқтымын дейді. Сіз сол жазылым мен айтылымды үйрететін адамға барыңыз. Оны айтып берсе, ол оп-оңай. Просто ояқта да жаңағыдай өзінің формуласы бар, техникасы бар. Соған салсаңыз, сізге оп-оңай болады. Ол просто кажется, что сырттан қиын сияқты көрінеді, но мұғалім сізге по полочкам қойып түсіндіріп берсе, оп-оңай болады ол. 8 балама ұят болмасын деп оққым келеді дейді. Ой, керемет, 8 балаңыз бар ма? Көз тимесін. Еще сіз өзіңізді оқытқыңыз келеді, я, дұрыс. Алғашқы сюжеттау керек па дейді. Я, сюжеттау керек.
любой жерде сөз жаттау керек. Так, at in кетті, я, енді on қалды бізде. Келесі, on дегенді өтейін сіздерге. Так, мынаны түсіріп алсаңыздар, кеттік. Так, үшінші біздегі предлог on деген предлог. On дегенді именно сіздер ойламаңыздар, ана үстінде дегенмен шатастырмаңыздар. On деген именно уақытқа қатысты. On дегенді уақытқа қатысты деп жазып қойдым, өйткені on деген еще мынаның үстінде деген мағынасы бар. Бірақ мен именно уақытты айтып жатырмын, сіздерге. Так, on дегенді ең бірінші қай кезде қолданамыз? 7 күнге. 7 аптаның күні бар ғой, кәдімгі. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday деген. Вот сол 7 күннің алдына сіздер обязательно on қоясыздар. Сол кезде, например, on Monday деп айтсаңыз, бірінші күні деген мағынаны білдіреді. On Tuesday деп айтсаңыз, екінші күні. On Wednesday десеңіз, үшінші күні деген мағынаны білдіреді. Вот барлық сол 7 күннің алдына on деген сөзді қойып шығасыз. Предлогты қойып шығасыздар. Түсінікті ғой? Так, апта күндерін білетін шығарсыздар енді. Білмесеңіздер жаттаңыздар. Так, значит, бірінші ережесі on 7 күннің алдына қоямыз. Так, 7 күннің алдына қоямыз. Сосын кеттік, екінші ережесі. Жаңа сіздерге мен айттым, айлардың 12 айдың алдына in қоясыздар дедім, Но если ол айдың қасында күні жазылып тұрса, например, жаңа марч дедім, мысалға марч, наурыз, бірақ наурыздың 8-і деп жазылып тұрса. Просто айдың өзі тұрса, наурыз деп, онда сіз in қоясыз. Ал бірақ марттың 8-і деп мысалға қасында уже датасы тұрса, ол кезге сіз уже on қоясыз. Түсіндіңіздер ма? Уже ереже қалай өзгеріп жатыр. Жаңа мен сіздерге айттым, 12 айдың алдына in қоясыз дедім. Но ол айдың қасында уже дата тұрса, енді уже in емес on қоясыздар. Түсінікті ғой? Енді все зависит наған байланысты. Дата тұрса on қоясыз, дата жоқ па, просто ай ма, онда in қоясыз. Бұл енді ережесі. Например, on March 8, например, или там, не деуге болады, on July 7, саға, июльдің 7-сі деген сияқты болып тұрса, онда on қоясыз. Ал просто айға in қоясыз. Осыны шатастырып алмаңыздар. Бұл екінші ережесі. Так, сосын кеттік келесі. Онды еще біз неге қолданамыз? Мысалға, жаңа мен мынандай on Monday дедім ғой. Еще бұдан бөлек, мысалға, on Monday азанда деп тұрсақ. Понедельник күні азанда. Бірінші күні азанда дейтін болсаңыз, on Monday morning. Уже алдына on қоясыз, On Monday, еще қасында мынандай morning бар. Или on Monday кешке, evening. On Monday evening деп тұрсаңыз, сіз уже мына жерге on қою керек болады. Түсінікті ғой? Так, осы енді үшінші ережесі. Онда өзі ереже азақ. Онда өзі үш-ақ ереже бар. Так, түсінікті болса, енді бір мысалдан жазайық, Не түсіндіресіз бе дейді? Have дегенді түсіндіресіз бе? Мысалы, have shower, have breakfast, have dinner дейді. Have shower, have dinner деген сөз ғой ол. Мысалы, мен суға түсем деген сияқты. Іс-әрекет қой. Ол екеуін бірге жаттайсыз. Ол грамматика емес, түсіндіретіндей. Have a shower деген душқа түсу деген сөз. Have breakfast деген сөз тамақтану деген сөз. Бұл жерде оның ережесі жоқ. Ол грамматика емес, ол жерде.
андай қылып өзгеретіндей. On Tuesday night. Окей, very good. Уақыт өтіп жатырмыз. Вот сөйтіп бір-бірлеріңізге түсіндіріп қойыңыздар, иә? 2 штук помидор десе қандай предлог қояды дейді. Причем тут помидор? Біз помидор өтіп жатқан жоқпыз, біз вообще уақыт өтіп жатырмыз. On December 18th, yeah, very good. In January, Monday, Tuesday, Wednesday. Иә, күшті жаздыңыз, но бірақ ағылшынша жазсаңыз вообще күшті болар еді. Так, сосын бір ереже бар. Ағылшындар барлық аптаның 7 күнін үлкен әріппен жазады. Now, Monday, Tuesday, Wednesday деген ережелердің, сөздердің барлығын сіз сөйлемнің ортасында келсе де үлкен әріппен жазуыңыз керек. Вот сондай ағылшындардың тағы бір ережесі бар. Так, мен ағылшын таңдап басқа елге мұғалім болып түсе алам ба екен дейді. Мұғалімдікті оқығыңыз келіп тұр ма? Иә, мұғалімдіктің мамандықтары бар ғой, түсем десеңіз түсе бересіз ғой. Айларға ин ба дейді. Айларға ин, но если айдың қасында дата тұрса, уже on болып кетеді. Has, have болса өзгермей осы қойылама дейді. Бұл бізде ойламаңыздар, если мен наны сөйлемнің ішіне жазсам, мына ереже өзгеріп кететкен деп ойламаңыздар. Бұл ереже қатып қалған. Сіз сөйлемнің ішіне құрастырып жазсаңыз да, осылай қойсаңыз да, ол өзгермейді, тұра береді. Неге ол өзгеру керек? Ол өзінің ережесі ғой. Так. Ояқ деген сөз жоқ дейді. Маған айтып жатқан шығар. Иә, ояқта деп айтам мен. Мен де қазақпын ғой. Ол жақта деп. Апай сізге прикол ұстап жатырмын да дейді. Ұстай берсін, пожалуйста. Я никак не против. Сабағыңыз тек онлайн ба не дейді. Я, тек онлайн. Өкінішке орай, офлайн жоқ. Бірақ менің онлайн сабағымның өзінен оқушылар сөйлеп, шүкір, спокойно айтатынын айтып жатырмын. Онлайн, сабағым онлайн. Онлайн дегенде видео урок жіберіп отырмаймын. Кәдімгі зумда мұғаліммен бетпе-бет сөйлесіп сабақ өтесіз. Осы ағылшын тілінде сөйлейтіндер қазақ тілін үйренемін деген адамдар сізге кезікті ме дейді. Жоқ. Білмеймін, шетелдіктер қазақша үйренемін деп. Олар жүріп өздері үйрене беретін сияқты, мне кажется. Мен сондай шетелдікті көрмеппін. Отырып алып маған үйретші деген. Бізде вот бұрын мен істеген курстарда болатын шетелдіктер. Олар өздері сол переводчикқа қарайды да, сол сөздерді қарап айта беретін. Маған үйретші демейтін. Ояқ бұяқ дейді. Я, мен сөйтіп сөйлеймін, да не істейін. Бұл жақ. 10 апта күндеріне қолданылады дейді. Я. Жақсы жүргізуші жарайсыз дейді. Рахмет. Курс нешеден дейді. Курс бағасы жайында құралай осы жерге номер қалдырыңыз, или осы тиктокта сообщение жазатын жер бар, профильге өтсеңіз, сол жерге жазсаңыз болады. Курс қанша уақыт аралығы болады дейді. Менде осы кезде мен кәдімгі осы келесі апта, Құдай қаласа келесі аптада уже ағылшынды 0-ден бастаймын деген адамдарға группа жиналып жатыр. Осы кезде бізде ол группаға 3 адам ба жетпей тұр. Уже келесі апта ол басталып кетеді. Үлгерем десеңіздер, соған қазір тіркелсеңіздер болады. Келесі апта басталады. Онлайн кәдімгі Zoom бар ғой, платформа Zoom арқылы мұғаліммен бетпе-бет сөйлесесіздер, бетпе-бет сабақ өтесіздер. Сабақтың үстінде бір күн мен сіздерге сабақ түсіндірсем, екінші күні полностью сіздер сөйлейсіздер. Полностью ауызша сөз тапсырасыздар, пересказ жасайсыздар, сұрақ жауап болады, дебат сияқты сұрақтарға жауап бересіздер, өз ойларыңызды айтасыздар, бірыңғай сіздер сөйлейсіздер. Мен, бір теманы түсіндірем ғой, соны дайындалып келіп, келесі жолы сіздер сөйлеуге дайындалып келесіздер ғой, и 1 сағат сіздер сөйлейсіздер. Курс жайлы номеріңізді осы жерге қалдырыңыз, сообщениеге, комментарияға жазыңыз, болмаса профильге өтіп
профильде сообщение жазатын жерге жазсаңыз, осы прямойдан кейін жауап беремін сізге. Сұрақты жеке шығып қойыңыздаршы, WhatsApp нөмір тұр ғой. Я, вот, сөйтіңіздерші. Ағылшын тілін примерно. Так. Бұл кетіп қалды. Ағылшын тілін примерно орташа көрсеткішпен неше уақытта үйренсе болады с нуля дейді. С нуля сіз бірінші жарты жыл үйреніңіз, жоқ дегенде жарты жыл. Сіз өйткені бірінші айдай сіз явно сөйлемейсіз. Сөйлемейсіз дегенде сөйлейсіз, бірақ сіз андай фразамен сөйлейсіз да, қысқартып. Ал толық адам өзінің ойын айту үшін жоқ дегенде pre-intermediate уровень болу керек. Elementary'да сіз мен мысалға азанда тұрдым, тамақ іштім, жүрдім деген сияқты нәрсені айтасыз да, ал уже pre-intermediate деген үшінші уровеньге келген кезде адам уже өзінің ойын айта алады спокойно. Өйткені pre-intermediate уровеньде уже адамда жеткілікті қор жиналады, словарный запас. Тегін ба дейді. Жоқ, Zoom'да сабақ тегін емес, осы жерде тегін. Сабақ уақыты нешелерде дейді. Осы прямой ма? Прямой мен негізі түсте кіріп жүргем. Мен ана оқушыларым біледі. Но кешке ауысқым кеп жүр. Кешке жақын кірсем, өйткені кешке адамдар көп кіретін сияқты. Қаншама онлайн стримдерде көріп жүрмін, бірақ сіздің сабағыңыз жарып жатыр апай дейді. Рахмет. Я, мен негізі TikTokта отырмаймын. TikTokқа видео саламын, прямойға кіремін и сразу шығып кетем. TikTok, білмеймін, мен үшін ішіне кірсең уақыт құрту сияқты просто. И бір-екі рет мен көрдім, адамдар қалай стримда отырады екен депше. Енді білмеймін, ішінде мен пайдалы контентті таба алмадым. Ана бір кісіні көрдім, ағылшынша кітап оқып, переводта отыратын, маған ұнады. Ол жақта да адамдар біраз отырады екен. Бірақ мен TikTokта отырмаймын өзім. Чисто осы прямойға кіремді, сразу шығып кетем. Болды. Ішінде пайдалы нәрседен пайдасы нәрсе көп сияқты өзіме так кажется. Бірақ енді сіздерге осындайғы прямой өткізіп отырсам, вот көрдіңіздер ма, сіз біреудің билеп, анаяқта пранк устраивать етіп отырғанын көргеннен, одан осы жерде ағылшынша үйреніп отырсыз. Хоть сіздерге бір пайдам тисін. Бір сауап алып қалайық бізде. Тегін ба ақылыма дейді. Не сабақ? Онлайн осы жерде тегін отырсыз. Тегін міне сабақ өтіп жатыр. Күнде кірсеңіз, күнде осы жерден бір нәрсе үйренесіздер. Әсіресе ағылшынды енді бастап жатқан адамдарға түсіндіріп жатырмын. Мен өткенде неқта комментарийда қиын балдар шойып кетті. Қиын теманы менен сұрамаңыздар, өйткені қиын теманы өте алмаймын. Өйткені мына жерде қиын тема өтсем, мынандай адам жиналмайды мына жерде. Кетіп қалады, бәрі жан-жаққа қашып кетеді. Сондықтан ағылшынды дым білмеймін мен деген адамдарға прямо с нуля үйретіп жатырмын. Мен бегиннер емеспін, бірақ орташа да емеспін. Қай жерінен бастасам болады дейді. Бегиннер деген бірінші уровень. Орташа деген pre-intermediate. Онда elementary'дан бастаңыз. Болмаса pre-intermediate'дан бастаңыз. Енді супер білмеймін десеңіз, значит интермедиат емессіз ғой. Либо elementary'дан бастайсыз, либо pre-intermediate'дан бастайсыз. Мен уже ағылшынша бастағама 4 жыл болады, бұйырса, бірақ ойымды дұрыс жеткізе алмаймын дейді. Вот, неге жеткізе алмайсыз? Өйткені словарный запас аз. Сөзді жаттаңыз, и сол сөзді сразу қолданыңыз, сразу айтыңыз ауызша. Мысалға, менде сабақта оқушыларға бүгін біз, например, әртүрлі темаларды бөліп қоямын мен. Мысалға, енді бүгін, например, everyday activities, күнделікті істейтін іс-әрекет дегенді өтсек, мен сол оқушымның артынан қалмаймын. Сабақ, даже если сабақ азанда 9-да өтіп кетсе де, мен айтам, түнгі сағат 12-ге дейін WhatsApp-тан аудиомен жазып жібер. Күні бойы не істедің? Сөйтем да, ол бала, мысалға, менде какой-то бір күнде 1 сағат, 9-дан 10-ға дейін 1 сағат сабақ өтсе де, ол күні бойы менімен байланыста отырады, WhatsApp-пен.
сөйтеді да ол не істегенінің барлығын аудиомен айтады. Мен оның кейбір жері произношениесі қате болса жазып жіберемін. Осы сөзді былай етіңіз деймін. И сосын ол қайтадан аудиомен жазып жібереді. Сондай сияқты ғой. Сосын мен оған видео жіберемін. Осы видеоны тыңда, не түсіндің? Маған осы сұраққа жауап берші деймін. Сосын ол видеоны көреді да, мен сұрағын берем, ол сол жерде аудиомен жауап береді. Сондай ғой. Екеуміз былай байланыста отырамыз. Мен андай 1 сағат өтсем де ол адамға, оқушыға айтам, спокойно менімен андай байланыса бер, любое время деп ше. Сосын уже сөйтіп байланыста отырса, уже адамдарда шамалы барьер кетеді, қорқыныш кетеді, фобиясы басылады. Кеште босайды ол көпшілігі. Вот сол Мен түсте сабағым болмағасын 1-2 сағат кіріп жүргем, енді кешке кірем ау деп жүрмін. Өйткені енді көп адам үйреніп қалса деймін, құрбысқа енді үйреткен кезде аз аудиторияға үйреткенше бірден көп аудиторияға үйреткен дұрыс. TikTokта өзінше бір наркотик қой дейді. Вот кіресіздерде түк пайдасы жоқ, жаңа біреудің билегенін соны көріп отырасыздар. Сосын одан ағылшын бірінші сабақта болдым, одан кейін енді кіріп отырмын. Бірінші сабақтан кейін біз тағы да темалар өттік басқа. Желательно қылып қоймаңыздар. Жаңағы алдында осы жерде бір кісі жазған, профильге кіресіздер, сол жерде оказывается колокольчик деген бар екен. Мен прямойға кірген кезде сол колокольчик уведомление барады сіздерге. Соны басып қойсаңыздар, вот любое время сабақты не қыласыздар да, сосын желательно бір блокнот па бір нәрсе арнап қойсаңыздар. TikTok табыс көзі ғой апай дейді. Дұрыс айтасыз. Ол да дұрыс. TikTokты бизнес ретінде қолдансаңыз болады дейді. Жоқ, мен TikTokта и так сабақ түсіндіріп отырмын ғой осы жерде да. Бірақ мен анданы түсінбеймін да, кіріп кетіп, жаңағы листать етіп отыра береді ғой, соны айтып жатырмын жаңағы. TikTokқа кірмеймін дегенімді мен жаңағыдай листать етіп отырмайым деп айтып жатырмын. Ұзақ уақыт кіріп алып, сосын күнделікті үйдегі нәрселерді ағылшынша айта беріңіз, қазір мен солай жасаймын дейді. Дұрыс айтасыз. Мысалға, менің осы TikTokта видео түсірем ғой, заттардың атын, неше түрлі темаларды бөліп тастаған ғой, жануар деген сияқты. Вот сол сөзді бірінші үйреніңіз, жаттаңыз, и сосын соған байланысты сөйлем құрастырыңыз. Жаңағыдай қайта-қайта айта беріңіз, короче. Мектепте жақсы оқып ем, көбін ұмытып қалыппын. Вот не только сіз, ағылшын мұғалімдерінің өзі ұмытып қалады, если өзін өзі дамытып отырмаса. Мысалға, мен лично енді өзім ағылшын мамандығым жақсы көретін болғасын, всегда стараюсь ағылшынша фильм, сериал көруге, ағылшынша өлең тыңдауға, өлең айтуға, ағылшынша кітап оқуға, телефонымды полностью ағылшынға аударып қоям. Сөйтіп бастасаңыздар болады, например, телефонды ағылшынша аударып қойыңыздар. Сосын біреуге звондайтын кезде сіздерге, например, call деп тұрады да, и сосын сіз білесіз то, что звонить это call на английском деп біліп тұрасыздар да. Сіздің уровеніңіз қандай дейді. Мен advanced уровень бітіргенмін. Advanced деңгейім. Так что ол жалғыз простой оқушы емес, ол даже ағылшын мұғалімдерінің өзі ұмытып қалады, если өзін регулярно дамытып отырмаса. Конкретно неден бастау керек дейді. Pre-intermediate-тан бастаңызшы. Болмаса elementary'дан бастаңыз. Если не қылмайым десеңіз, міне сіздің уровеніңіз мынадан бастаңыз. Elementary, жаңағы баланың аты кім Алик Абди деген. Elementary'дан бастаңыз. Elementary beginner'дан кейінгі екінші уровень. Болмаса pre-intermediate-тан бастаңыз. Pre-intermediate деген үшінші уровень. Осыдан мынадан бастасаңыз болады, или анадан бастасаңыз болады. Болмаса, не деген бар ғой? Жаңағыдай уровень анықтайтын тест бар. Мысалға, мен оқушыларыма жіберем. Маған ең бірінші келген адамға мен уровень анықтайтын тест жіберем. Сосын сол уровень анықтайтын тесттен біліп алам, оның уровені қандай екен. Саламатсыз ба, ағылшынды қалай бастасақ болады, жаңадан бастайын деп едім дейді. Ағылшын мен осы жерде нөлден бастап түсіндіріп жатырмын адамдарға.
осы жерде прямо ағылшынды мен дым білмеймін деген адамдарға арналған тема өтіп жүрмін күнде. Менің каналыма подписаться етіп тіркеліп қойыңыз, колокольчик басып қойыңыз, сосын менің эфирімді жібермей көріңіз. Сол кезде күнде бір нәрсе үйреніп отырасыз. My hobbies Iris деген қыз есіме түсіп кетті дейді. Стримде қабылдаңызшы, мені сұрайын деп едім, апай дейді. Менің личкама жазсаңызшы одан. Сізге эфирдан кейін жауап берем. Сосын сол жерде айтам. Керек болса сізге уровень анықтайтын тест жіберем. Сол жерден анықтап берем. Бірінші әріп, сосын сөздер жаттауға дейді. Әріп деген негізі A, B, C, D деп әріпті сіз білсеңізше, оның пайдасы жоқ. Бізде, мен келген адамдарға, если мен вообще оқу білмеймін, прямо оқи алмаймын мен тхе деп оқимын деген адам болса, мен бірінші звук өтем. Ағылшын тілінде әріптен бұрын әріп емес, звук маңызды. Мысалға, сізге A деген әріпті білсеңіз, мысалға да A, B, C, D деп алфавитті білсеңіз, сіз мынаны сөздің ішінде сіз мынаны A деп оқымайсыз. Сіз бұны Ә деп оқисыз. Мен прямо нольмын, мен ағылшынды вообще оқи алмаймын деген адамдарға мен бірінші звук үйретем. Өйткені адамға керегі звук. Мысалға, сіз мынаны A деп әріпті білгеніңізбен, сіз оның звугын білмесеңіз, сіз қате оқисыз. Мынаны Ә деген звук береді, и сіз оны аласыз да Apple, мынаны Ә деп оқисыз деп мен үйретем. Звукты үйретем. И сол кезде ол адам біледі. О, деп уже қорықпайды ол адам. Мен уже спокойно оқи алам. Оказывается, оңай екен ғой деп. Мысалға да, сосын каждый әріпті үйретіп отыру керек та. Мысалға, I деген әріп бар ғой. Мынау I деген әріптің екі түрлі дыбысталады. Бұл кейде мысалға И болады қазақша, иә? И кейде ол I болады. Осыны мен өстіп үйретем. Осы әріпті сіз кейде И деп оқисыз, кейде I деп оқисыз. Оны қайдан білеміз? Оның ережесі бар. Мысалға, мынау әріп, если екі дауыссыз дыбыстың ішінде тұрып қалса, мысалға, мынау F дауыссыз, N дауыссыз, екеуінің ортасында мына әріп тұрып қалса, сіз оны И деп оқисыз, например, fin, или, например, tin деген сияқты. Ал қай кезде мен оны I деп оқимын? Если осындай мысалға, мынау әріптен, мысалға, мынау дауыссыз, бірақ одан кейін тағы да мынандай сөздер болса, әріптер болса, онда сіз уже мынаны ашып оқисыз. Fine, көрдіңіздер ма? Өзінің ережесі бар. Мынау мысалға fin, мынау fine. Или жаңағы уақыт деген міне. Time, мынау дауыссыз, бірақ мына жерде тағы уже әріп бар, иә? Дауысты дыбыс. И сол кезде сіз уже мына әріпті team деп оқымайсыз, сіз оны ашуыңыз керек. Неге? Өйткені мына жағында тағы дальше әріп бар. Сондықтан сіз мынаны time деп оқисыз. Көрдіңіздер ма? Вот мен осыны бірінші сабақта келген адамдарға, обычно мен оқи алмаймын деген адамдарға мен осындай өтем. Звуктарды. И сол кезде ол адам уже шамаландай қорықпай оқиды да, өйткені көбісіне бір текстті сөйлемді беріп оқыш десең, ұялады анау. Қазір мен қате оқимын, қазір мен анау мысалға мынаны алады да, мен қазір мынаны тхе деп оқимын ғой, апай деп сөйтіп ұялып тұрады. И сосын мен оларға полный осы бір сабақ осыны өтем, звукты өтем. И сосын келесі жолы ол кісі мысалға, апай сіз кеше былай айтып едіңіз ғой, мынаны былай оқы дегенсіз, сол бойынша өстіп оқимын деп уже оқи береді да. Более спокойно, басылады уже андай, қорқынышы кетеді. Сол сияқты адамдарды бірінші өстіп мен андай қылып звукпен таныстырып алам. Әйтпесе әріп өткеннен пайда жоқ. Мысалға мен сізге үйге берем, мысалға A, B, C, D, E, F, G деп жаттап кел деймін. Сіз жаттап келесіз. Толку от этого. Ешқандай толку жоқ сіз әріп білгеніңізден, если сіз ол әріптің мынандай И қылып, I қылып оқи алатынын білмесеңіз да. Өстіп сізге бүйтіп бір мұғалім ашып түсіндіріп берсе, сіз спокойно оқи бересіз. Так. Мына жерде бірінші әріп қалай бастаған дұрыс ағылшынды дейді. Вот ағылшынды жаңағы мен айтқандай өстіп, прямо мен оқи алмай, мен нольмын деген адамдарға өстіп үйретем звуктан бастап. Сол кезде шамалы оқисыздар.
Elementary қандай кітаптармен үйренуге совет бересіз дейді. Көп қой elementary'дан. Если прямо не бар, in use деген кітаптар бар. English Essential Grammar in Use. Нандай кітаптар бар. Grammar in Use деген бар. Grammar in Use деген кітап бар. Или нандай кітап бар. Vocabulary in Use деген кітап бар. Осы екі кітапты интернеттен тауып алсаңыздар болады. Grammar in Use деген кәдімгі грамматика. Оның ішінде прямо бүкіл грамматика бар. Грамматика дегенде не только жаңағыдай кешегі мен өтіп жатырмын ғой сіздерге at, in, on деген сияқты анау an артикль қай кезде қолданылады деген, вот соның барлығы бар. И сосын сізге мысалға бір бетте грамматика түсіндірсе, екінші бетінде сразу заданиесі тұрады. И сіз заданиені орындайсыз. И артында ключі бар. Сосын ал Vocabulary in Use деген кітап ішінде, темаға бөліп тастаған. Например, бірінші бастайды семья дейді. Ішінде мама, папа, бабушка, дедушка деген сияқты бөліп тұрады. И, например, nature дейді, табиғат дейді. И табиғатта тал, өсімдік, гүл деп бүкіл сөз жазып қояды. Сондай сияқты. Прямо жеке үйренем десеңіздер, осыны алсаңыздар болады. Осындаймен бұрын мен даже оқытатынмын, мысалға оқушыларым vocabulary сөзді жаттайды. Сосын маған келген кезде бұның ішінде бірақ сөйлейтін жоқ. Бұны сіз енді үйренесіз да, бірақ сөйлеуге практика керек енді. Бір жақтан сөйлеуге практика табу керек сіздерге. Мен осы кітаппен оқытып, сосын практиканы өзім жасататынмын сабақтың үстінде. Мен сұрақ дайындап, ойын дайындап деген сияқты. Сіз өзіңізге бір оқытатын ашсаңызшы, опыт деген күшті ғой дейді. Я оқытып жатырмын ғой. И так-то онлайн келеді маған оқушылар. Сабақ бітті ма, ұйықтай берейік па? Ұйықтай беріңіз, я. Болды, 2 тема өттік. Өткен сабақтарыңызды қайдан көруге болады? Стрим сақтадыңыз ба? Вот сол мен стримді сақтай алмай жатырмын. Қазір мен TikTok студияға қайттан кіріп көруім керек. Стрим сақталып тұр негізі менде, но салайын десем TikTokқа ол бөлініп кетіп жатыр. Я не хочу оның бөлініп кеткен, полный стрим болып, эфир болып сақталғанын қалап едім. Зумға даярлық екен мынауыңыз дейді. Я зумда енді сіз бетпе-бет өтесіз, ол жерде де дәл өстіп түсіндірем, барлығын ашып, кәдімгі шұқып тұрып. Мен будильник қойып кіретін едім дейді. Мен енді просто қазір сізге нақты уақытын айта алмаймын. Осындай кешке таман кірем деп айтам, бірақ енді семейный адам болғаннан кейін любое время что-то бір бәле болып қалады, сіз кіре алмай қалуыңыз мүмкін. Одан колокольчик басып қойыңыз профильге кіріп. Курс қанша дейді. Курс жайында осы жерге номер қалдырсаңыз, мен сізге жазайын, или менің профиліме кіріп сообщение деп жазыңыз. Сіз неше жыл ағылшын тілін үйрендіңіз дейді. Мен ағылшын тілін баяғыда 1 класстан бастап үйренгем. Мені мамам репетиторға 1 класста берген, но прямо қатты усердно үйренгенім 7 класстан бастағанмын. И содан бері үйреніп келе жатырмын, если честно. Содан бері мен кәдімгідей не қылып, грамматикаларды үйреніп, өлең айтып, произношением жақсартып деген сияқты. Сосын ағылшынша бірыңғай сериал көріп, кино көріп, фильм көріп, YouTube'да бірыңғай видеолар көретінмін, сондай сияқты ғой. Әлі де көрем, әлі де. YouTube'да ағылшынша көріңіздер бірыңғай. Оны қалай жасайды бәрін ағылшынға дейді. Нені? Телефонда ма? Телефонда настройканың ішіне кіресіз, язык деген жерге сізде орысша деп тұрса, соны English деп таңдайсыз. Желательно English неше түрлі тұрады? Канадский, британский деп, сол жерде American деп таңдай беріңіз. Американский жеңіл ғой бәріне. Арай, курс жайлы осы жерде сообщениеге жазыңыз. Мен TikTokта сол жерден эфир біткесін жауап беремін. Менде барлық қазақша меню дейді. Енді өзіңіз білесіз, ағылшынша үйренем дегендерге ағылшыншаға аударсын деп жатырмын. Так, курс бағасы жайында осы арай номеріңізді қалдырыңыз осы жерге. Болмаса, менің профиліме кірсеңіз, сол жерде сообщение жазатын жерге жазсаңыз, эфирдан кейін жауап беремін. Өйткені менде курстар групповой бар, индивидуальный бар. A1 қалай аталады дейді. Elementary деп аталады. Маған да жіберіңізші дейді. Не жіберейін сіздерге? Мынау кітаптың аты. Мынау кітапты Google-ға кәдімгі жазасыздар. Кітап
аты ғой, сол кезде осы кітап шығады. Біліп тұрмын, олар не өтеді elementary грамматика ма дейді. Түсінбедім сұрағыңызды. Индира, курс керек болса, келесі аптада менде ағылшынды 0-ден бастап жатқан адамдарға группа жинап жатырмын. Вот уже группа толайын деп жатыр. 2 адам ғана жетпей тұр. Вот сол топқа, сабаққа үлгіріп қалсаңыз болады. Келесі апта уже бастаймыз. Ағылшынды 0-ден бастайтын топ. Маған уровень анықтайтын жібере аласыз ба бесплатно дейді. Я, маған жазыңыздар осы сообщениеге. Или сол жерге жіберем сіздерге. Жауап бересің бе стримнен кейін дейді. Я жауап берем, жазыңыз. Так, сосын менде негізі мен уровень бойынша оқытатынмын. Енді қазір мен нандай именно маған нандай адамдар көп келеді. Мен, elementary бітірдім, или там 2-ші уровень бітірдім, или 3-ші уровень оқып жатырмын, но мен сөйлемеймін деген адамдар көп келеді. Именно сол адамдарға прямо мынау elementary, или мынау pre-intermediate деген мынау 2-ші уровень мен 3-ші уровеньдегі адамдарға арналған именно speaking интенсивный курс ашып жатырмын осы кезде. Именно speaking деген сөйлейсіздер бұяқта. Чисто сөйлейсіздер. Бұл аптасына 2 рет болады. Сіздерге каждый бір аптада біз бір тема өтеміз. Сол темаға байланысты сіздерге видео жіберіледі, сол темаға байланысты сіздерге есте сақтайтын, жаттайтын сөздер беріледі. Сол темаға байланысты сұрақ, жауап, дебат ұйымдастырылады. И сосын сол темаға байланысты текст талқылаймыз зумда отырып, и сосын келесі сабақта келген кезде бірыңғай маған сіздер сөйлейсіздер ғой, спикинг болады. Именно мынау мен курсқа бардым, бірақ сөйлемеймін. Мен мысалға 1-ші, 2-ші уровеньдерді бітірдім, бірақ мен әлі сөйлемеймін деген адамдарға арналған. Аптасына 2 рет болады, но 2 рет болса да сіздер сөйлейсіздер одан. Осыған мен группа жинап жатырмын. Группада максимум бізде 5 адам болады. Мен одан артық адам бір группаға жинамайым, өйткені ол кезде адамдар сөйлей алмай қалады, качествосы нашарлап кетеді. Сондықтан осыған тіркеліп үлгірсеңіздер болады. Именно мен сөйлемеймін дегендерге. Мен оқыдым, бірақ әлі сөйлемеймін. Сөйлейін десем қорқам, қалай сөйлеймін, грамматикадан қате кете ма деген адамдарға арналған. Осы именно келесі апта жинасам оқушыны, адамдарды, одан кейінгі уже июльде бастайын деп тұрмын ғой, Құдай қаласа. Именно сөйлеймін деген адамдарға осы курсты ашпақшымын, спикинг. Соған тіркеліп үлгіріңіздер, Бұл жаңағыдай аптасына 2 рет болады, бірақ 2 рет болғанымен бірыңғай сіздер сөйлейсіздер. Так, сөйлемеймін деген адамдарға. Ал егер мен ағылшынды 0-ден бастап үйренемін деген адамдарға келесі аптада курс группа жинап жатырмын. Группаға уже 2-3 адам ғана жетпей тұр, сол группаға үлгіріңіздер. Лау, ұйықтай беріңізші. Ұйықтай берейік па дейді. Ұйықтай беріңіз. Ертең нешеде кіресіз дейді. Вот сол либо түсте кірем, либо осындай кешке кірем. Соны нақты мен айта алмаймын, өйткені түсте сабақтарым болады менің онлайн. Бірге кітап бересіз бе? Қандай кітаптар бар дейді. Қандай кітап керек сізге? Кәдімгі оқитын әдебиет керек па? Или ағылшын үйренетін кітап керек па? Если ағылшын үйренетін кітап болса, мынау Grammar in Use деген, кәдімгі Google-ға жазасыз, сізден шығады Grammar in Use, Vocabulary in Use деген 2 кітап шығады. Мынада грамматика, мынада сөздер жаттайтын. Так, what about dirty and the first word дейді. What are you talking about? Is it about sound? Is it about pronunciation? Сұрағыңыз түсінбедім, Ержан. Сабақ нешеде дейді. Жолдас менің профиліме кіріп, жаңағы колокольчик дегенді басып қойыңызшы, сосын сізге уведомление барады мен кірген кезде, Дарина деген ағылшында оқисыз ба? Ертең нешеде кіресіз дейді. Вот либо түсте, либо кешке.
егер сақталады, оны көшіріп алуға болады. Сосын ютубқа салыңыз, менде ютубта айына 20 мыңдай түседі дейді. Ой, Сәуле, ақылыңызға көп рахмет. Я, мен скачать етіп алғанмын, но мына жерде салайын десем салынбайды. Білмеймін қалай сала алмай тұрмын, мен андай тиктокқа бір кіріп жатып алған адам беспін. Алла разы болсын дейді. Амин. Мержан, сұрағыңызды дұрыстап түсінбей тұрмын мен. What about first 30 sounds дейді. What are you talking about? I didn't get it. Я, курс керек адамдар осы жерге маған номерлеріңізді қалдыра берсеңіздер, я, сосын өзім эфирден кейін жазсам, болмаса ертең жазсам. Сіз мені IELTS-қа дайындай аласыз ба дейді. IELTS-қа мен курс ашып жатқан жоқпын. Өйткені IELTS-қа группа жинау қиын. Адамдардың барлығы жеке-жеке оқысы келеді. Курс қанша тұрады дейді. Сандуғаш, осы жерге номеріңізді қалдырыңыз. Мен сізге курс жайлы толық ақпаратты WhatsApp-ыңызға жіберемін. Грамматиканы білем, маған тек сөйлеу керек дейді. Вот. Сізге арналған жайына. Мынау менің именно сөйлейтін курсыма. Курс дегенде жаңа интенсивный ғой. Бұл жерде только сөйлейміз. Соған жазылсаңыз, я, бұл жерде біз бетеміз бір аптаға бір теманы аламыз, и вот сол темаға полный сөйлейміз ғой. Соған байланысты видео көресіз, түсінгеніңізді ауызша айтасыз. Аудио тыңдайсыз, сөйлегеніңізді ауызша айтасыз. Сұрақ жауаптар болады, сұрақтарға жауап бересіздер. Енді барлығы сөйлеуге қатысты. Тапсырмалар болады, оның барлығын ауызша орындайсыздар. Бәрін ауызша орындайсыздар. И сосын сөйлей бергесін сіздерде уже барьер кетеді. Курс уақыты қанша уақытқа созылады дейді. Бір уровеньді примерно 2 ай. 2, сосын аржағында, енді кейбір адамдарға группаға байланысты 2,5 айға созылады, но 2,5 ай ғой сол. Английский кітап оқитын A1-ға барма дейді. Английский кітап қандай? Кәдімгі әдеби кітап, ертегі оқисыз ба? Онда прямо сонда ертегі оқимын деген адамдар болса, мен сіздерге мынандай нені айтайыншы. Кәдімгі Google-да ашасыздар, сол жерге English, English Adapted Books дейсіз. Adapted Books деп жазсаңыз, Adapted Books деп жазсаңыз, сол жерге адаптированный книга шығады. Адаптированный книга деген әркімнің уровеніне байланысты бөліп қояды. Сіздер прямо 0 болсаңыздар, я мысалға, жоқ, енді ағылшынды енді бастап жатырмын деген адамдар beginner кітапты таңдаңыздар, или elementary кітапты таңдаңыздар. Осы 2 кітап оп-оңай оқуға. И неше түрлі сказкалар бар ішінде, мысалға, Дориан Грей деген сияқты неше түрлі нелер бар ғой, жазушылар, вот сондай сияқты нелердің кітаптары бар. Уровеньге бөліп тастаған. Курс жайлы жіберіңізші дейді. Я, курс қажет адамдар осы жерге номерлеріңізді қалдыра беріңіздер, сосын сіздерге жауап беремін. Кеш кірдім, бітті ме эфир дейді. Я, сабақ уже 2 тема түсіндіріп тастадық. Маған осы жерде профильге кіріп, сол жерде жаңағыдай колокольчик дегенді басып қойыңыздар. Сол жерде колокольчикті басып қойсаңыздар, сіздерге прямой уведомление барып тұрады. Сосын сабаққа кіресіздер, қалып қоймайсыздар. Қай жақтан аламыз бұл кітапты? Google-ға, интернетке кіресіз, Google, любой интернетке кіріп, осыны жазыңызшы, English Adapted Books деп. Интернеттен скачать етіп аласыз. Электронный кітаптар ғой, оқитын. Бұл кітаптар тегін ба? Я, тегін. Бәрі тегін. Интернетте бәрі тегін. Любой нәрсені скачать етіп алуға болады. Advanced уровень учите дейді. Да, обучаю. Күніге нешеде кіресіз дейді. Нақты уақытын айта алмаймын, или түсте көрем, или осындай кешке таман кірем. Нақты уақытын айта алмаймын, Нұр. Мен профиліме кіріп, одан колокольчик басып қойсаңыз, сол жерде мен прямойға шыққан кезде сізге уведомление барады. Окей, так, онда біз бүгін 2 тема үйрендік. Келесі жолыға тағы бір тема өтеміз. Құдай қаласа ертең, Так, ертеңге сіздерге тапсырма. Тағы қандай тапсырма берсем екен? Кеше сан жаттап кел деп тапсырма бергем.
Сан жаттады ма, білмеймін, сол адамдар что-то кірмеді, сан жаттаймын деген адамдар. Сіздерге тапсырма сағат жаттап келіңіздер. Сағаттың ережесін, мен жаңа өткен in, on, at деген ережені жаттап келіңіздер. Ертең сіздерден сұрайым. Осы жерден in қай кезде қолданамыз, on қай кезде қолданамыз деймін, сол кезде маған сразу пример беріп отырыңыздар. Окей, так, ладно онда. Goodbye, good night, see you tomorrow. Ертең кездескенше, ертеңгі сабақта. Так, курс жайлы маған жекеме сообщениемен жаза беріңіздер, иә? Енді сізді күндіз ай іздегендей болдық қой дейді. Жоқ, ақыл ай іздегендей болмаңыз, жаңағы колокольчик басып қойыңыз, болды, іздемей жата беріңіз. У вас не advanced, сенбей тұрым дейді. Енді ваша проблема, сенбесеңіз. Чем, как мне доказать вам? Мына жерде тұрып не істейін енді сізге? Оққан уровенімді, дипломымды, сертификатымды көрсетіп тұрайын ба енді сізге? Сенсеңіз, пожалуйста, сеніңіз, сенбесеңіз, өзіңіз білесіз. Окей, так, давайте онда, ертеңге дейін. Ертең сабақта қандай тема өтеміз, осы жерде жазыңыздар. Yeah? Окей. Goodbye.